Көл-көсір мұнайдың дәуірі аяқталып келеді. Өз жолдауында осылай деген елбасы аграрлық саланы алға оздыру міндетін қойды. Ол бойынша жауапты мамандар ауыл шаруашылық саласын ғылымға негіздеп, еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттыру керек. Жолдаудың 3-ші бөлімінде жүктелген міндеттер жайлы тілші материалында. Аграрлы ел ретінде бізде өндірілетін өнім көлемі көңіл көншітпейді. Салыстыратын болсақ, аумағы бізден 66 есе кіші Голландия жылына 100 миллиард доллардың ауыл шаруашылық өнімін экспорттайды. Біздегі көрсеткіш әрі кетсе 2,1 миллиард доллар, яғни 50 есе аз. Ал ауа райы Қазақстанның солтүстік облыстарына ұқсас Канаданың еңбек өнімділігі 14 есеге көп. Жолдауда көштен қалмаудың жолын айтқан елбасы 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі өнімділік пен экспортты 2,5 есеге арттыруды тапсырды. Тапсырманы мінсіз орындау ауыл шаруашылығы министрлігінің міндеті. Қойылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында агроөнеркәсіп субъектілерін қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру мәселесі, халыққа көрсетілетін қызметтерді жетілдіру, автоматтандыру, әсіресе цифрландыру мәселесін осы жылы жүзеге асыру. Сол сияқты мына агроөнеркәсіп саласын реформалау шаралы бағыттарында министрлікпен жұмыстар атқарылатын болады. Сондай-ақ елбасы агротехникалық университеттердің рөлін қайта қарауды тапсырды. Біздегі оқу орындары тек диплом берумен ғана айналыспай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты жұмыс істейтін, немесе ғылыммен айналысатын мамандарды дайындауы тиіс. Ол үшін бірінші кезекте оқу бағдарламаларын жаңартуы қажет. Біздің университет бұған дайын деп айтуға болады. Біз былтыр Қазақстан және Герман дәлегіншілік орталығы ашылды. Оқу бағдарламаларына жаңа оқу курстары енгізіліп, ақылды технологияларды оқыту мәселелерін көтеріп жатырмыз. Әртүрлі деңгейде бакалаврларға, магистранттарға, докторанттарға жеке-жеке курстар ашылды. Алда аграрлық университеттерді үздік тәжірибені тарататын орталықтарға, ал еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттыру міндеті тұр. Оған Астанадағы оқу орны мен ауыл шаруашылығы министрлігінің мамандары толық дайынбыз деп отыр. Досымжан Ермұрат, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық арнасы.